Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында осындай әдемі түрлі түсті қуырш жасайтын боламыз. Столдың сәні, кез келген қонақтың көңілінен шығатын осындай әдемі қуырш жасаймыз. Алдыменен 4 жұмыртқамызды 4 ыдысқа бөлек-бөлек салып аламыз. Бұған осындай кондитерский краскалар, өзі арнайы краскалары болады. Соны қосып жасайтын боламыз. 200 грамм қантты 4 ыдысыма кезек-кезек салып алдым. Бір 3 ас қасықтан келеді ғой деймін. Әрқайсына бөліп-бөліп. Енді бұны бір-бірлеп алып шетінен краска құямын. Алдыменен қызыл краскамды араластырып аламын. Жақсылап осындай венчиктің көмегімен араластырамын. Жұмыртқасы, қанты еріп, жақсылап араласу керек. Енді келесіге көк түсімізді араластырамыз. Бұны да жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Енді келесіде сары түсті араластыратын боламыз. Қанты ерігенше жақсылап араластыру керек. Келесіге жасыл түс саламыз. Бұл жасыл түсте менде порошок қылысы. Бұл да арнайы кондитерский бояулар, еш зияны жоқ. Бұны да жақсылап араластырамыз. Міне бәрін араластырып болды. Осындай 4 түсті жасадым. Көк түс, сары түс, жасыл түс, қызыл түстен. Бұларды енді бір-бірлеп шетінен қосып бөлек-бөлек илейтін боламын. Алдыменен сары қамырымызды илеп бастаймыз. Сеткадан өткізіп ұнымызды бұған жарты қасық разрыхлитель салып араластырып аламыз. Лопатканың көмегімен араластырып алып, ұнды көз мөлшермен сала береміз. Көптеу керек болса, массасын көбейтесіздер ғой. 2 жұмыртқадан салып илейсіздер. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Бұны енді қолмен илейтін боламыз.
Сөйтіп қолмен иелейміз. Міне осындай қамыр шығады. Бұны енді салып қоямыз пакетімізге. Келесі жасыл түсті илейміз. Бұны да дәл солай кішкентай қасықпен, жарты қасықтан да аздау қамыр қопсытқыш саламыз. Яғни разрыхлителімізді салып аламыз. Енді қамырларымызды жайып, жұқалап, сөйтіп кесеміз. Гүл форма кестім мен. Бұны енді 5 талды бір-біріне біріктіреміз. Біріктіргенде ортасына су жағып 5 талды біріктіреміз. Бұны енді осындай шпажканың көмегіменен жаңағы дәл су жақып жапсытырған бір-біріне біріктірген жерімді сәл өсейтіп басатын боламын үстінен. Бір-біріне бірігіп ажырап кетпеу үшін майға піскенде. Келесін көрсетейін, тоже солай. Қатты басып жібермеңіздер үстінен. Ортасынан бөлін майға салған кезде ажырап кетуі мүмкін. Міне осындай қатпар-қатпар болып тұру керек. Келесі енді міне қызыл түсін жайып көрсетейін. Оқтағының көмегімен үлкейтіп аламыз. Оны сеуіп жұқалап жаямыз. Орап жаямыз, орап. Қаншалықты жұқамызда соншалықты әдемі жақсы болып піседі ортасы. Бұны да кесіп аламыз. Осындай гүлдің формасы сияқты қылып. Оны да осылай дәл, осылай ортасына су жағып, бір-біріне біріктіретін боламыз. Бүкілісіне жағып тастамаңыздар, жабысып қалуы мүмкін. Осындай шпажканың көмегімен белін бір басатын боламыз. Екі шетін. Міне менің қамырларым дайын. Құрысқа енді бұны майға салып, қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Орташа қызып тұрған майға саламыз. Вилканың көмегіменен қолға араластырып тұрамыз. Екінші бетіне аударамыз. Қатты қызып тұрмау керек майымыз. Қатты қызып тұрса, қамырларымыз күйіп кетеді. Бұл жұқа қамыр болғандықтан тез піседі бұл. Енді бұны сүзіп аламыз. Сүзіп алып, бір табаққа үстіне салфетка қойып, майын сіңдіріп аламыз.
Келесinde дәл солай пісіріп аламыз. Кез келген мерекеге пісіріп жасасаңыздар болады. Дастарханның сәні. Süzüp alamız endi. Mine qovursamız dayın. Bunun üstüne öz kalorlarınız boyunca mak sepsеңіздер de болады, pudra sepsеңіздер de болады, сгущенное молоко sepsеңіздер de болады. Бұл жерде сахарный пудра септім мен. Менің рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ас болсын, рахмет.